Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіз. Бүгін сіздермен балдай болып шығатын шабдалыдан тосап, яғни варенье жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Алдымен шабдалыны тазалап жуып, ішіндегі дәндерінен ажыратып шығамыз. Дәндері алынған шабдалыға бірге бір мөлшерде қант қосамыз. Яғни сіздің шабдалы қанша килограмм болса, біздің қантымыз да сонша килограмм болады. Яғни дәндері алынбай тұрып қанша килограмм болса, сонша килограмм қант, яғни шекер қосып араластырамыз барлық жеріне. Мен жартысын салып араластырып, сосын тағы да жартысын салдым. Бетін жауып, бір түнге қалдырамыз. Кем дегенде 5-6 сағат тұруы қажет қыздар. Қантпен араластырып, міне өзінің суы шығып, қант аздап еріп тұрады. Ешқандай су қосудың қажеті жоқ, өзінің суы көп шығады. Ал енді отқа қоямыз. Отқа қойған соң, осылай бұрқылдап шыға келеді, араластырып, жақсылап қайнағанша бір 10 минуттай қайнатамыз. Міне осылай 10 минутта қайнатып, бетін жауып, тағы да қалдырамыз. Бетін жауып суығанша, яғни кем дегенде 5-6 сағатқа немесе 10 сағат шамасында қалдырып, сосын тағы да отқа қоямыз. Дәл осылай қайнаған күйінде жарты сағат қайнатамыз. Өзімізге қажетті банкілеріміздің барлығын жуып, тазалап, стерильдеп аламыз. Қақпақтарды да стерильдеп алынды. Ал енді тосаптарымызды ыстық осылай қайнап тұрған күйінде құйып, стерильденген қақпақтарымызбен жауып шығамыз. Яғни бізге қысқа дайындаған шабдалы тосабымыз дайын. Өте балдай болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Шабдалының қай түрі болса да болады. Түксіз, түкті шабдалы болса да сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Кейінгі видеоларда кездескенше сау болыңыздар. Ұнаса төменге пікір қалдырып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.